Баршаңызға сәлем. Дәмі тіл үйретін өте жұмсақ бір жасағаннан шығатын панкейки жасайтын боламыз. Алдымен жұмыртқа мен қантты жақсылап араластырып аламыз. Қанша граммнан қажеттігін описанияда жазып қалдыратын боламын. Жұмыртқа мен қантты араластырып алған соң, ерітілген сары май құямыз да жақсылап араластырып аламыз. Бөлме температурасындағы сүтті қоса отырып, жақсылап араластырып аламыз да, ұнға қопсытқышты қосып, араластырып, жұмыртқалы массамызға қосатын боламыз. Бірден салмастан бөліктерге бөле отырып саламыз. Консистенциясына қарай отырып саласыз. Сізде ұн көп немесе аз қосылу мүмкін. Қамырдың консистенциясы құймақтан кішкене қоюлау, бірақ тым қатты қою болмауы қажет. Баяу отта табада екі бетінен қуырып алатын боламыз. Екінші бетіне аудару барысына мән берсеңіздер, бетіне шариктер шығады, пузыріктер. Олар жарылған сәтте аударсаңыздар, сіздерде панкейктеріңіз алтын түсті, өте әдемі болып шығады. Бәрі жақсы дегенмен, көздерінде мұңды көрдім мен. Қалпыңда тұршы қозғалмай, ел жүретеді сол бейнең. Менде бәрі жақсы дегенмен. Міне біздің панкейкіміз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Қаймақпен, вареньемен, шоколадпен ұсынсаңыздар болады.